мектебіміздегі Асқар Тоқпанов театрының Мұқағали Мақатаевтың «Соғыстың соңғы көктемі» өлеңінің желісі бойынша дайындалған сахналық қойылымын сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Жасылмен бояп қойған ба, жап-жасыл таудың бөктері. Қырлар да мынау ойлар да жап-жасыл болып көктеді, соғыстың соңғы көктемі. Көп болды жасыл тауларға, жап-жасыл бұлттар шөккелі, әкелді шуақ барманға, соғыстың соңғы көктемі. Соғыстың соңғы көктемі, көп болды нұрын төккелі. Жап-жасыл анау аспанда сірә көктеді. Бойына таудың асылып, шоғыла тұрды көкмеңі. Қызғанып гүлін жасырып, қылтанақ қарды көктеді. Соғыстың соңғы көктемі. Жап-жасыл шыбық талдағы, орманның жасыл шекпені. Онта бірақ алмады, сонау бір үйді шеттегі соғыстың соңғы көктемі. Онта бірақ алмады, сонау бір үйді шеттегі соғыстың соңғы көктемі. Ал Асеке, ұлыңның бауы берік болсын. Бақытты балалық шақ тілеймін. Өзің сияқты нағыз жігіт, нағыз ер азамат болсын. Сіздердің жолдарыңызды бізге берсін. Берсін. Ал достар, жолдастар, қуанышымды бөлісіп келгендеріңе рахмет. Ұлым ат жалын тартып мінер азамат болғанда, әрқайсыларың қуаныштарында қызмет ететін бол. Жәк, қуанышымыз жалғап ортаға шығып би билейік, Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Құдайым, соғысы несі? Жалындаған жастығында, сұм соғыстың жалында шарпығаны ма? Атадан қалған жалғыз ұл едім. Немере сүйіп, қызығынды көреді ма дегенде, оны да көп көрді ау Құдайым. Анашым, мен сіз үшін, және барша еңбекші халық үшін соғысқа аттанып барамын. Әлі фашизмге қарсы тұрып, елге жеңіспен ораламын.
Әлі менің тойымды тойлап, немере сүйікті үлгересіз. Сондықтан қазірден бастап жамандық шақырмай, ақ батаңыз беріп, аттандырыңыз. Мен батыр ұлтуықпын. Қош бол балам, жолың болсын. Көрер жарығым сөнгенше қауышуға жатсын. Ал ағайын, барлықтарыңыздың жақындарыңыз майданнан аман-есен оралуын тілеймін. Біз де бұл жақта қарап отырмаймыз. Қолымызға қару алып, жауға қарсы шаппасақ та, создың еңбегі соғыстан ұста үлесінде білесіздер. Бір түйір бидай жауға қарсы атылған бір оқпен тең. Егер де жақындарыңыз майданнан аман-есен оралуын тілесеңдер, соғыстан аянып қалмаңыздар. Барлығы отан үшін, барлығы майдан үшін. Қане, мұзға кірсіңдер. Жауынгер жарым сенесің ал, деп жазған оюлы хаты бар. Есін ал, ергетай жаздыдан, майданға жіберіп тұрған асықты ротқа жері ұстап алдым. Қазір бұнысын ақ толтырам, түрмеге жабатын болам. Ағатайым, осында сатқындық, опасыздық дейсің бе? Күйеуім болса майданда, өзіміз таңнан кешке дейін майдан ішінде баяндатқан жоқпыз. Бірақ үйдегі балалар аш құрсақ бұратыл жатқан соң, соларға тек бір уыс қана бидай алып едік. Жама өзін сатқын, күйеуі майданда дейсің, бірақ өзін соларға жібере отырған асықты ұрлайсың. Сен сияқты қаншама дәрежесі бар бұл елде. Әрқайсысы бір-бір уыс ұрлайтын болса, майданға не жүрмекпіз? Басқаларға сабақ болу үшін сені түрмеге жабатын боламын. Күйеуім майданда, өзім болсам таңнан кешке дейін майдан ішінде қара жұмысқа қасқайып қарсы тұрдым. Бірақ баланың не жазығы бар? Қолына қару ұстай алмайды. Еңбекке жарамсыз болған үшін балалар аштан қырылуға лайықты ма? Балам, сен де анадан туылдың ғой. Мына ананың көз жасын аяшы. Перзент үшін шырылдаған үмітіңді бір жолға кешірші жөнінде. Солар! Ағынуын, осы қатында қайтып болсаңдар, сендерде де халық жауы жақтасыңдар, түрмеге жабатын болған. Қане, жұмыстарына кірсіңдер.
жатпағанда қазір отбасының ортасында күліп ойнап отырушы едім ау. Ұлым биыл мектепке барыпты. Осыған дейін үйренген әріптерін қосып, кеше маған хат жолдапты. Хатында "Көке, өскенде сіз секілді батыр боламын" деп. Қазір елде егіннің бәрін жинап сабан тойдың думаны беретін уақыт еді. Мына соғыстың кесірінен ешкімде той тойлайтын көңіл күй қалмаған шығар. Ауыл ел ағайынмен қайта жолығуды жазса, әлі тағы талай той тойлаймыш деді. Елді сағындым. Тіпті әр адамның үрген итіне дейін сағындым. Менің ұлым 10 жаста. Қатардан қалмай, тылда еңбек етіп жүр екен. Асыр салар балдәурен балалық шағын, ұлы жеңіс жолында бұл еңбекке айырбастаған екен. Бұл соғыс баланың ерте есейуіне, сұлу жардың ерте қартаюына, ананың су алған жанарына себеп болды. Жігіттер, еңсені көтеріңдер. Жеңіске жетеміз, елге қайтармыз. Ата-ана, ағайын туыс, отбасымен қауышар күн алыс емес. Менің елге жазған хатым бар еді, соны тыңдап көріңдер. Көке, апа, аман сау боласыздар. Бізді ойлап уайымдай бермеңіздер. Қазір Қызыл армия бөлімшелері қорғанысты қойып, жауға қарсы тікелей шабуылға көше бастады. Біздің рота жауынгерлері, десанты мен атыс құралдары бізден әлде қайда басым жау әскерлеріне тойтарыс бере білді. Ойымызда да жеңеміз деген сенім терең орнығып келеді. Бұл хатты біраз фашисті жер жастандырған жойқын ұрыстан кейін жазып отырмын. Апа, балаңызға деген құртмайыңызды сақтай беріңіз. Бұйырса, жеңіспен елге оралған соң дәмін тататын боламын. Көріскенше. Назира дейін. Жұмысын қалай шаршап жүрген жоқсың ба? Бәрі жақсы. Мұнда неге келдің? Жұмыста болу керексің ғой. Қазір бригадир көрсе, ашуланады. Оған саған алып келдім. Қазір балалар үзілісте уақыт тауып саған келдім. Сәл шыда, балалар жазғы каникулға шықсын, әжеңнің алдына барып, қолыңды сұрап, батасын алатын боламыз. Екеуміз бірге бақытты өмір сүретін боламыз. Сен мына сұм соғыс етіп кетсең де. Әже, Зира? Амансыз ба, әже? Бар орнына тез. Амансыз ба, әже? Сен әлгі мұғалім емессің бе? Мұғалім баламын ғой. Мұнда нағып жүрсің. Менің қызымды айналып соқтан. Әже, мен сіздің қызыңызды жақсы көрем. Отбасын құрып, бірге бақытты өмір сүрсек дейміз. Бақытымызға батаңызды беріңіз. Тәй, не дейді мұна? Мұна елде соғыс. Ертең сені майданға алып кетсе, ана қызымның өмірі не болады? Жас ғұмырын жанына айналдырып, біреуге жан қайғы, ал біреуге мал қайғы. Мұна соғыс бітсін, ел тынышталсын, сосын көреміз. Сабырға келіңіз. Елдің жағдайы мынау. Соғыс. Күнде бір үйлі қара қаз келіп, зар илеген ащы айғайланбас кештен естімейтін болды. Тіпті соңғы рет қашан тойға барғанымыз есімізде жоқ. Екі жас бірін-бірін атқан екен. Бақтарын байламай, батамызды берейік. Осы екі жастың тойынан кейін ауылымыз бен елімізде қуанышты күндер көп болсын деп тілейік. Соған үміттенейік.
рұқсатыңызды беріңіз. Солай-ақ болсын, қария. Алақай! Біздің ауылда той бола ма? Тойдың ғой? Иә, той болады. Бүкіл ауылды жинаңдар тойға. Алақай, біз тәтіменге бірге тоятын болдық қой. Алақай! Батамды білейін. Әуелі алма оңдасын. Еш жамандық болмасын. Тезірек бітіпсін соғыс, бейбіт заман орнасын. Шаңырақтарың биік, босағаларың берік болсын. Қуаныш пен жақсылық жандарыңа серік болсын. Ерге тай жастыдай қолғызып құшақтап аттанған қас дұшпан мейірімсіз жауыздан аяма лебеден. Отағасы, екінің біріне қол жетпейтін, шың басында өсетін шынар гүлі дегенді естігенім бар. Иә. Баяғыда жігіттер өз сүйгенінің көңілін табу үшін көзсіз ерлікке барған, немесе осы шың басындағы шынар гүлін алып берген екен. Егер мені сүйетінің рас болса, мүмкін маған шынар гүлін алып бересің. Жаным-ау, әжеңнің алдына барып, қолыңды сұрап, саған үйленгенімнің өзі шын сүйетіндігімнің дәлелі емес пе? Егер сұрағаны күл болса құп болады. Шың басындағы шынарды жалғыз әйеліне алып бере алмасам, несіне күйеуім болып жүрме? Онда мен шың басындағы шынарды алып беруге аттанайын, ал сен артымнан тілекшім болып қала бер. Жарай, ендеше жолыңыз болсын. Ерге тай жастыдай қолғызып. Мұса Ришат кетті, бетті. Мұса Ришат бет-бетті. Жылқыбаев Қасым. Жылқыбаев Қасым. Иә, жолдастар. Сенсің? Мен аманшылық па? Сізге майданға шақырту келді. Дәл қазір аттануыңыз керек. Отан алдында борышымнан қашпаймын, тек үйдегі әйелмен қоштасып келуге рұқсат беріңіздер. Отан ана күтіп тұрмайды. Ел қиын жағдайда. Дәл қазір аттануымыз керек. 40 жыл қырғын болса да, ажал жеткен өлер. Бас аман болса, қайта келіп сүйген жарға қайтадан қауышармыз. Қайыр қош сұлу жар, қайыр қош туған ел, қайыр қош Нәзира. жағдайды білесің. Ел басына күн туғанда, етігімен су көшер деген Қасым майданға кетті. Жоқ, олай болу мүмкін емес. Ол маған гүл алып келуге кетті. Қазір келіп қалу керек. Келші. Сабырет айналайын. Ел басына күн туған алмағайып заманда. Ер азаматтың үйде тұрғанында болмас. Елін, жерін қорғап, аман есен жеңіспен оралуын тілеймін. Соған тілегісі болайын айналайын, сабыр сақта. Бұл не сөз әже? Қазір ғана жанында отырған күйеуімнің менімен қоштаспаса майданғаны аттанғаны қалай? Бұл не сөз әже? Айтыңызшы!
Сүйікті Нәзира, жағдайың жақсы ма? Әжеңнің айтқан рас болып шықты-ау. Бақыт етемін деп жүргенімде, ұйқысыз түндерім мен көз жасыңның себепкері болдым ғой. Қайта қауышарыма сенімдімін. Бақытты күндеріміз әлі алда, жеңістің де ауылы алыс емес. Өзің айтқан баяғының батырлары секілді, көзсіз ерлікті істеуге берілген мүмкіндік шығар. Жеңіске жетіп, елге оралғанда, саған уәде еткен шын басыңдағы шынарды ала баруға, сені тек бақытты етуге уәде беремін. Бүгін бір қуанышты күн екен. Майданнан біраз хат келді. Қасымның сүйіктісі Нәзираға жолдаған хаты бар екен. Бәйтен қарияның да аман есен екен. Міне, хат келді. Түйшкіл апайдың немересіне де хат бар. Көптен бері зарға күтіп жүреді. Бір қуанып қалатын болды ғой. Тек әлгі Сәлім ағайдан әлі хабар жоқ. Балалары мені көрген сайын, көкемнен хат келді ма аға деп сұрайды. Қазір тіпті ұялғаннан үйлерін айналып өтетін болды. Жә, хат келмесе де балаларымен көрісуге жассына екеуі. Ағай, біздің көкемізден хат келмеді ме? Сендердің көкелерің майданда қолы босамай, жауларын пақ етіп қырып жатыр екен. Келесі жол хатын алып кеп беремін, иә? Оғанға дейін біз де батыр болып кетіп қалайық. Ей бала, сен Қасымның хаты бар дедің бе? Сол хатты маған бер, қалған кешірім ұстаға таратып бересің. Бірақ аға, мен біреудің аманатын сізге қайта тапсырамын. Кәне, ерте кет, жолыңнан қалма. Soğuktan paralı hava geldi. Begüm bolunsa. Kasım bolunsa жанды
жүргенімізге шүкір етейік. Әйтпесе, қолына қару ал, мына біз секілді соғысып жүрген нәзік жандар да бар дейді. Оюлап тігетін саусақтарым күннің күнінде мылтықтың шүртпесін баса сүйретінеді. Кім ойлаған? Қобданың суында еркелеп жүзіп жүрген бақытты күндерімді соғыс ұрлайды деп. Кім ойлаған? Шыбынды шүберекпен қуып жүріп өлтіруге қимайтын ет жүрегім қорғасын болып оққа айналады деп. Кім ойлаған? Қолыммен қанғанмын. Бірақ мен адам өлтірген жоқпын. Адам кейпін жамылған хайуанды көздедім. Фашизмге оқ аттым. Бәрі жеңіс үшін, болашақ үшін, отан үшін. Yeah.
оған қалай қарайсың? Соғыс бітіпті. Біздің әскер жеңіске жетті. Рас па? Как он был от нас далек, в костре потухшем камнем уголек. Были версты, обгорелые в пыли, в этот день мы приближали, как могли, этот день победы. Майданға таңда елге келе жатыр екен. Кеттік алдарына шын парсалай. Силою на висках эта радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Көрімге түсінбе. Әжеңнен оның ішіне көкем де бар. Әже, қараңызшы. Менің көлемім қалай болды? Айналайын, қойып қойғандай өзіңе. Ал шашып жарасың ба? Айналайын, құлыншағым бәрі жарасымды саған. Ал менің көкем танымай қалмайды ма? Айнымай таниды, айнымай таниды. Майданға кеткендер келе жатыр деме. Ішінде менің балам бар ма? Баламды көрдіңіздер ме? Көкем келеді. Бәрі келе жатыр. Жаутаңдап қара ағадыр, көз жасын сүртіп жанады. Хабарсыз ұлым сұрауға, жолыңды тосып ана жүр. Қамшының ұралып адамын, қамшыны сүріп қанды бар. Күліңде ұлын ағаның, соғыстан қайтқан солдаттар. Кешікпей жаным келерді, төрені сайлап орындым. Батысқа қарап едіңді, ару жүр тосып жолында. Көтерді бәрін ауырдан, азамат болар ардақтар. Күліңде жарым арудан, соғыстан қайтқан солдаттар. Келеді солдат шағының, ішінде қалған анашыл. Көкеңді айтпай анарман, деп кірсәби бала жүр. Қайырмай қалай кетесің, хабарсыз қалай оңдасар. Көрінде оның көкесін, соғыстан қайтқан солдаттар. Қаралы қағаз жіберіп, қаншама қайғы солдаттар. Бардыр сөз өнеріп, соғыстан қайтқан солдаттар. Соғыстан қайтқан солдаттар. Майданға кеткен бәрі елге оралды. Bir аяғы, bir қолы жоқ болса да кел. Тек сен келмедің ғой Қасым. Мына көзіммен көрмейінше көңілім еш суымап еді.
Ümitimni de ezmedim. Seni bir körüge zarıga жолуңа қарай қарап болған көздерімнің обалы кімге қатсам. Сен кеткелі менің өксіз күндерімнің, ұйқысыз түндерімнің, мұна менің жас кеппеген жанарымның өтеуіне қатсам. Әке мейірімі, аға қамқорлығын көрмеген мұна мен үшін. Әйел бақытында көп көрдің бе, тағдыр!
көрермендер, қазір ғана сіздер тамашалаған Асқар Тоқпанов театрының Мұқағали Мақатаевтың шығармасы «Соғыстың соңғы көктемі» өлеңіне жазылған сахналық қойылымның сценаристері Тәжімұрат Асқар, Бейжігіт Әзімбек және Жұмахан Алмат. Сондай-ақ «Соғыстың соңғы көктемі» шығармасының желісі бойынша қойылған қойылымның режиссері, қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі, Әбіш оқуларының сахналық қойылымының республикалық кезеңінің 3 дүркін жүлдегері Түсенов Қанағат Октябрьұлы.